Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте керемет жұмсақ болып шығатын пряниктің рецептімен бөлісетін боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен сүтімізді осылай қайнатып аламыз. Одан соң сүтімізді ыдысқа құйып, оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, негізі біздің прянигімізге 650 грамм ұн кетеді, бірақ осы кезде біз 125 грамм ұнды өлшеп алып, осыған салып, жақсылап іртігі кеткенше араластырамыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз. Массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырыңыздар. Одан соң 2 жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға алдын ала еленген ұнның үстіне қопсытқышпен ванилинді салып араластырамыз. Массамыздың үстіне барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Қамырды енді оқтаумен жайып аламыз. Қамырымыз осындай қалыңдықта болады. Енді осындай формамен кесіп шығасыздар. Мен дөңгелек формамен кесіп жатырмын. Формаға орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алыңыздар. Мінекей осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Енді глазурын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға қант пен су құйып, баяу отта 5 минуттай қайнатып аламыз. Қантымыз мінекей қайнап жатыр. Толық қант ерігенше қайнатамыз. Пряниктеріміз толық суыды. Енді ыдысымызға глазурдан құйып, одан соң пряниктеріміз салып, үстіне тағы да глазур құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болған соң, формаға осылай орналастырып, қызып тұрған пешке 5 минуттай қойып алыңыздар. Мінекей пряниктеріміз дайын болды. Өте оңай, қолжетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса, осы каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.